Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге мен Баубек. Көріп тұрғандарыңыздай біз бүгін Қарағанды автокөлік кешеніне қайтадан келдік. Бүгін біз бұл жерде көліктердің бағаларын білетін боламыз. Ал ендеше тоқтамай кеттік көреміз. Алғашқы көлігіміз Sanyong Kiron деп аталады бұл көлік. Бұл көліктің енді шыны керек, бұл жерге иесі ешқандай да көліктің бағасын, ештеңкесін жазбапты. Сондықтан бұған тоқталмай келесі көлікке бара берейік. Біздегі келесі көлігіміз Honda CR-V. Бұл көлік 2011 жылы шыққан көлік екен. Қозғалыс көлемі 2.4, газ бензин дейді. Автомат. Бағасы 6 миллион теңге екен. Келесі көлік бізде Sanyong тағы да Action. 2012 жылғы көлік. Қозғалыс күш көлемі 2.3. Бензин дейді бұл көлік, механика. Және де бұл көліктің бағасы 3 миллион 950 мың теңге. Келесі көлік бізде Volkswagen Polo. 2019 жылғы көлік екен бұл көлік. Механика дейді. Бағасы бұл көліктің 5 миллион 500 мың теңге. 2019 жылғы көлік. Бізде келесі көлік Lada Priora Универсал. Бұл көліктің бізде бағасы 2 миллион 370 мың теңге. Солай енді басқа ештеңке де жазбапты бұл көлікке. Келесі көлік бізде Peugeot 301. 2014 шыққан көлік екен. Қозғалтқыш көлемі 1.6. Автомат. Бағасы 3 миллион 500 мың теңге. Жүрген шақырымы 64 мың шақырым жүрген екен бұл көлікпен. Келесі көлік бізде Toyota RAV4 көлігі. Көріп тұрғандарыңыздай 2015 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 2. Бұл көліктің бағасы 8 миллион 900 мың теңге. Келесі көлік бізде Skoda Rapid дейді бұл көлікті. 2016 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 1.6, автомат. Бағасы жазылмаған екен бұл көліктің. Жақсы. Opel көлігі. Бұл көліктің бағасы 2 миллион 300 мың. Автомат дейді. Қозғалтқыш көлемі 1.6. 2003 жылғы шыққан көлік екен бұл көлік. Келесі көлік бізде Mercedes-Benz. Япония деп жазыпты. 97 жылғы көлік екен. Қозғалтқыш көлемі 2.8, газ бензин дейді. Бағасы 2 миллион 600 мың теңге дейді. Бұл көліктің бағасы. Келесі көлік бізде Mercedes-Benz. 2004 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 1.8 дейді. Иесі бұл көлікке 2 миллион 900 мың теңге сұрап тұр екен. Жақсы. Келесі көлік бізде тағы да Mercedes-Benz. Mercedes-Benz бізде. Қазір білетін боламыз бұл көлік. Mercedes-Benz E220 көлігі 95 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 2.2. Бағасы 1 миллион 580 мың теңге дейді. Мінекей осындай көлік бізде. Келесі көлік бізде Audi дейді. Audi Q5 көлігі 2010 жылғы көлік. Бұл көліктің бағасы 6 миллион 200 мың теңге дейді. Турбо дейді бұл көлік. Көріп тұрғандарыңыздай бензин дейді. Келесі көлік бізде Volkswagen Passat көлігі 92 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 1.8, бағасы 1 миллион 250 мың теңге. Келесі көлік бізде Cefiro көлігі 95 жылғы көлік бұл көлік. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 2.5, бағасы 1 миллион 950 мың теңге дейді. Жақсы. Келесі көлік бізде Audi V4 көлігі 1993 жылғы көлік дейді. Қозғалтқыш көлемі 2, бағасы 1 миллион 550 мың теңге дейді. Келесі көлік тағы да бізде Volkswagen Passat көлігі 92 жылғы көлік. 1.8 қозғалтқыш көлемі, бағасы 1 миллион 450 мың теңге. Бұл көлік. Бізде көлігі келесі көлік Opel көлігі 99 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 2, автомат, Япония дейді. Бағасы 1 миллион 780 мың теңге. Неге осындай көлік.
Келесі көлік тағы да бізде Volkswagen 92 жылғы көлік бұл. Қозғалыш көлемі 1.8, бағасы 1.320.000 теңге дейді. Бұл көліктердің көбісін жүрілген шақырымы жазылмаған, сондықтан айтып атқан жоқпын сіздерге. Келесі көлік бізде Vectra V көлігі 1997 жылғы көлік. Қозғалыш көлемі 2, бағасы 1.580.000 теңге дейді. Мінекей осындай көлік. Opel Vectra дейді, Opel Vectra. Келесі көлік бізде Volkswagen Passat, тағы да 93 жылғы көлік, 1.8 қозғалыш көлемі, бағасы 1.280.000 теңге. Және де ар жақтағы көліктерді көре кетейік. Volkswagen Venta, бұл көлік 93 жылғы көлік, қозғалыш көлемі 2, бағасы 1.780.000 теңге дейді. Автомат дейді бұл көлік, қозғалыш. Автомат екен. Келесі көлік бізде Volkswagen Golf көлігі, қозғалыш көлемі 2, 94 жылғы көлік, бағасы 1.865.000 теңге. Chevrolet Cruze, қозғалыш көлемі 1.6, механика дейді. Енді бағасы жазылмаған екен бұл көліктің. Келесі көлік бізде Opel көлігі, Opel Zafira дейді бұл көлікті. 2006 жылғы көлік. Қозғалыш көлемі 2.2 автомат. Бағасы жазылмаған екен бұл көліктің де. Келесі көлік бізде тағы да Volkswagen Passat көлігі. Қозғалыш көлемі 1.8, 90 жылғы көлік. Қазір бағасы 1.200.000 теңге дейді. Тағы да Mercedes-Benz 202, 97 жылғы, қозғалыш көлемі 2.8, бағасы 2.500.000 теңге. Chevrolet Niva дейді, көріп тұрсаңыздар. Қазір бағасын біле кетеміз. Жоқ, бұл көлік сатылымда ма, сатылымда емес пе білмеймін. Ештеңке иесі жазбапты, ештеңке қалдырмапты. Жайт бұл көлікке тоқтамай. Келесі көлік бізде Audi S4 көлігі, 92 жылғы көлік. Қозғалыш көлемі 2.8, бағасы 1.600.000 теңге дейді. Жақсы дейді. Келесі көлік бізде Renault Stepway көлігі. Бұл көлік 2014 жылғы көлік. Автомат 3.400.000 теңге дейді бағасы. Басқа ештеңке жазбапты. Келесі көлік бізде Mazda 2000 жылғы көлік, бұл көлік. Механика дейді. Басқа ештеңке жазбапты. Бағасы 2.850.000 теңге екен бұл көліктің бағасы. Келесі көлік бізде Hyundai көлігі 2015 жылғы көлік, автомат, қозғалыш көлемі 1.6, 4.400.000 теңге сұрап тұр бұл көлік. Акцент ба, Hyundai. Жақсы. Келесі көлік Volkswagen Passat көлігі, 94 жылғы көлік, қозғалыш көлемі 2, бағасы 1.800.000 дейді. Білмеймін, қымбат сұрап тұр ғой бұл көлікке. Қазір келесі көлік бізде Audi 80 B4 көлігі дейді, 92 жылғы, қозғалыш көлемі 2, бағасы 1.480.000 теңге. Жақсы. Келесі көлік бізде тағы да Volkswagen Venta 93 жылғы көлік, 1.8 қозғалыш көлемі, бағасы 1.380.000 теңге дейді. Бізде келесі көлік Audi 80 көлігі, 92 жылғы көлік екен бұл көлік. Қозғалыш көлемі 1.8, бағасы 1 миллион бағасы не деген? 95.000 теңге дейді ол. 1.095.000 теңге. Келесі көлік бізде Lexus көлігі, 2004 жылғы көлік бұл көлік. Қозғалыш көлемі 3.3, бағасы 4.780.000 теңге дейді. Жақсы. Келесі көлік бізде Lexus тағы да 2007 жылғы көлік екен. Бұл көлік бағасы 7.200.000 дейді. Басқа ешкенге жазылмаған бұл көлікте. Келесі көлік бізде Volkswagen Venta көлігі.
93 жылғы көлік. Бағасы 1 миллион 500 мың теңге. Қозғалыш көлемі 1.8. Бізде Lexus RX 330 көлігі. 2004 жылғы көлік екен. Қозғалыш көлемі 3.3. Бағасы 5 миллион 900 мың теңге. Келесі көлік тағы да бізде. Бүгін көп екен енді Passаттар. Volkswagen Passat 90 жылғы көлік. 1.8 қозғалыш көлемі. Бағасы 1 миллион 450 мың теңге. Жасы. Тағы да көріп тұрсаңыздар, Volkswagen Passat тағы да V3 88 жылғы көлік екен. Қозғалыш көлемі 2, бағасы 720 мың теңге. Достар, келесі көлік бізде Lada Priora. Бұл көлік 2015 жылғы көлік екен. Бағасы 2 миллион 650 мың дейді. Люкс дейді. Осындай көлік. Mitsubishi 2015 жылғы көлік. Басқа ештеңке жазбапты, бағасын, ешқандай қозғалтқыш көлемін, ешқандай. Тағы да көріп тұрсаңызда айтқанымша, тағы да Volkswagen Passat көлігі 1.8 қозғалтқышта 93 жылғы көлік екен. Бағасы 1 миллион 250 мың теңге. Келесі көлік бізде Mitsubishi Space Runner дейді. 96 жылғы қозғалтқыш көлемі 1.8. Бағасы 1 миллион 650 мың дейді. Nissan Qashqai. Бұл көлік 13 жылғы көлік, 1.6 қозғалтқышта 4 миллион 450 мың теңге. Бұл көліктің бағасы. Мен мына жақтағы көліктерді жаңа көрсеттім. Мен тағы да көріп тұрғандарыңыздай Volkswagen Golf. Тағы да Volkswagen көп екен бүгін. Бұл көліктің бағасы жазылмапты. Volkswagen Vento. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 2, автомат 95 жылғы көлік екен. Бағасы 1 миллион 250 мың теңге. Келесі көлік тағы да бізде Volkswagen Passat 94 жылғы шығарылған екен. Қозғалтқыш көлемі 2, механика дейді. Бағасы 1 миллион 550 мың дейді. Тағы да бізде Volkswagen Passat көлігі. Бұл көліктің бағасы 1 миллион 530 мың дейді. 94 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 2. Келесі көлік бізде Mazda көлігі. Mazda 6. 2003 жылғы көлік. Қозғалтқыш көлемі 2. Бензин дейді. Бағасы 2 миллион 390 мың теңге. Келесі бізде Lada Granta. 13 жылғы көлік екен. 1.6 қозғалтқыш. 2,5 миллион теңге сұрап тұр. Тағы да бізде Volkswagen Passat көлігі. Бұл көліктің бағасы 1 миллион 100 мың теңге дейді. 90 жылғы көлік. 1.8 қозғалтқыш көлемі. Ал ендеше достар, бүгінгі біздің соңғы көлігіміз Ford Mondeo көлігі. Бұл көлік 93 жылғы шығарылған көлік екен. Қозғалтқыш көлемі 1.8, бағасы 1 миллион 150 мың дейді. Ал ендеше достар, бүгінгі көліктерге шолуымыз осымен тәмам. Және де арнаға тіркелмесеңіздер достар, тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, және де осы видеоның астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Сау саламатта болыңыздар достар.